Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығатын сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткен ұнымызды саламыз. Содан соң какаоны саламыз. Какаоны да ұн елегіштен өткізіп алыңыздар. Және де разрыхлитель салып, құрғақ ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майымызды алып, қолымызбен осылай жасап, крошка жасап аламыз. Ұнымызды осылай ұнтақтап алғаннан соң, бөлек ыдысымызға бір жұмыртқа мен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз еруі қажет. Жақсылап араластырып алғаннан соң, құрғақ ингредиенттерімізге салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қыздар, барлық рецепті астына описанияға қалдырдым. Мөлшерімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Әзірге біз салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін сгущенка мен вареный сгущенкамызбен арахисімізді араластырып қоямыз. Қыздар, вареный сгущенкадан деп немесе три желания қолданыңыздар. Термостабильный, ыстыққа төзімді болып келеді. Келесі біз дайын болған қамырымызды алып, формамыздың шетіне бортиктарын жасап, барлық жеріне жеткілікті етіп, жақсылап орналастырып шығамыз. Міне бізде ішіндегі формамыз дайын болды. Енді біз жаңағы дайындап қойған салмамызды алып, бір келке етіп жайып шығамыз. Енді біз дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз осылай пісіп шықты. Енді кезекте ыдысымызға кішкене сары майымыз бен шоколадымызды салып, ыстық суда ертіп алатын боламыз. Еріген шоколадымызға майдалап туралған арахисімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған шоколадымызды пирогымыздың бетіне бір келке етіп жағып шығамыз. Бұл шоколад біздің пирогымызға одан әрі сәндік беріп, өте дәмді етіп тұрады. Барлығын жағып дайындап алғаннан соң, пирогымызды шамамен 2-3 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Мен бетіне осылай арахис сеуіп, сәндеп қойдым. Өте тез дайын болатын рецепттердің бірі. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.